Қыздар, бүгін сіздерге хатун деген самсаны жасап көрсетейін деп жатырмын. Қазір бірден бастап кете беретін боламыз. Қараңыздар, бір пиязымды турап осылай дайындап қойдым. Енді асқабағымызды турайтын боламыз. Енді кезек асқабаққа келеді. Бұл жердегі асқабақ, бір асқабақтың жартысын ғана алдым. Өздеріңіздің отбасыларыңызға қарай асқабақтың көлемін үлкейтесіздер. Достар, қараңыздар, асқабағымызды турап дайындап болды. Енді қазір газге қазанымызды қойып қуыратын боламыз. Міне қазанымызды қойдық. Енді майымызды құямыз. Мына жерде 50 миллиграмм майымыз бар. Негізі майды көп құйған дұрыс. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилля деп, қазір немізді, пиязымызды қуырып аламыз. Бір дана пиязымыз болса. Сарғайғанша қуырып аламыз. Міне достар, 5 минут әбден қуырып алдым. Ең бастысы пиязының өлтіріп алу керек деп айтам, қалай өзі? Жұмсартып алу керек деген сияқты ғой. Пиязымызды міне қуырып алдық. Енді қазір осының үстіне асқабағымызды салатын боламыз. Бұл асқабақ біз өзіміздің отбасымызға шағындатып алдым. Егер сіздерде жаңа көбейтсеңіздер болады, бір асқабақтың толығымен алып осылай қуырсаңыздар болады. Енді мен қазір осыны әбден қуырамын. Араластырып болғаннан кейін қосатындарын қосып көрсететін боламын. Жерде қазір сіздерге көрсетіп жатырмын. Қантымды және бір шай қасық тұзымды дайындадым. Одан кейін бір шай қасық паприка және қара бұрышты дайындап, қазір осыны қосатын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді паприкамызды қосамыз. Одан кейін тағы мен бұған қоспай көрсетейін дедім. Негізі мынау өзі ащы бұрыш. Бұдан енді көп қосуға болмайды. Кішкене осындай шай қасықтың осындай түрін қосып дәмін кіргізеді. Тағы да кішкене қосып жайық бұлай. Міне осылай қоссаңыздар болды. Қазір араластырамын. Араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып жай отта қойып қоямыз. Өзі езіліп, сөлі шығып, әдемі болып дайын болады. Міне достар, мына жерде мен жарты кило ұнды өлшеп алдым. Енді осыған қазір салмасын қосатын боламыз. Нан иілеп дайындайтын боламыз. Бұл жерде бізге қазір ең бірінші тұзымызды салып аламыз. Көп салудың қажеті жоқ, осындай тұз салып аламыз. Араластырып, осы ұн мен тұзды былай қолмен араластырып аламыз. Сосын ішін шұңқырлатып, жаңа сүтімізді, сосын майымызды, жұмыртқа және суымызды қосып нан илейтін боламыз. Және тағы да осындай қасықпен разрыхлитель қосатын боламыз. Тағы да бір араластырып жібереміз да. Одан кейін барып үңгір жасап, жаңа суымызды бәрін қосатын боламыз, қоспаларды. Ал бисмиллахиррахманиррахим деп, бірінші сүтімізден бастаймыз. Менікі қордың сүті. Одан кейін суымыз. Одан кейін жұмыртқамыз. Және майымыз. Сұйық майымыз. Бұл 50 граммдай болады. Ал енді осын бәрін қолмен жақсылап иілеп дайындайтын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп қолмен иілейміз. Егер оны жетпей жатса, не қылу керек? Егер бұлай нелер жаңа қосқан қоспаларымыз көп болып кететін болса, онда үстіне ұнды қосып, нанды жұмсақтау етіп илейсіздер. Қазір мен тағы да ұн қосатын боламын. Шамамен мөлшерлеп алған болар, ұнымыз жетпей қалды. Қазір үстіне тағы да електен ұнды елеп қосатын боламын. Міне бір електен өткізіп жіберейін.
илеп қойдым. Енді осыны 10 минутқа тұндырып қоямыз. Жаңа 10 минутқа қойдым. Осыны шығарамыз қазір. Шығарғаннан кейін осыны қазір жеке бөлікке бөлетін боламыз осылай. Осылай күлшелеп дайындап қойдым жаңағы илеген қамырымыздан. Енді осы қамырымызды алып жұқалап жаятын боламыз. Бірінші ұрпағымызды аламыз. Содан кейін ұнымызды осылай бұлғап алып, қазір жұқалап жаятын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне осылай жұқа қылып жаямыз. Сосын кейін осы жаққа бір шепке қойып жинай береміз. Достар, асқабағымыз дайын. Енді осыны қазір еземіз. Қасықпен болсын, немен болсын езу керек. Мен ана оқтауымды алып келдім. Енді қасықпен езілетін түрі бар. Осылай әбден езіп алам. Неге хатун? Біздің қазақшада хатын деген самсаны білдіреді. Мен ойлап отырмын. Неге? Себебі мұнда жаңа паприка бар. Паприка ол тәтті. Сосын және ащы бұрыш бар. Осы ащы бұрыш бар. Қантымыз бар ғой, жаңа көрдіңіздер ғой не салғанымызды. Сондықтан әйелдің жаңа тілі дегенге келтіретін сияқты. Меніңше, мен нақты білмеймін, бірақ неге хатун деп атағанын. Сондықтан дәмін жеп көріп, бірінші пісіріп, содан кейін жегеннен кейін білесіздер. Әзірге осындай қылып жайып қойдым. Сіздерге пісіріп көрсетемізді қойдық газге. Енді жаңа қыздырып қойдым. Енді қазір мен нанымды аламын. Осылай табаға қойып пісіретін боламын. Бисмилля деп. Осылай пісіріп алдық. Қазір астын көрейік. Міне осылай. Енді қазір осыны осылай әкеп қойдым. Енді қазір осыған асқабағымызды салатын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұда жаңа ащы бұрыш салғаннан кейін дәмі бір ерекше, біресе ащы, біресе жаңағы тәтті деген сияқты да. Осылай аузын осылай жабамыз. Сосын кейін бұлай қоямыз. И бұлай міне осылай самсамызды осылай бірін үстіне бірін қойып дайындап қоямыз. Енді мен арғай тағы пісіретін боламын. Екіншісі қазір осылай үлгергенше пісіріп көрсетіп жатырмын сіздерге. Арасына осы 2 қасықтан салып қойсаңыздар. Бисмилля. Қазір мына нанына сіңетін болады. Одан кейін әдем болып, жұмсақ болып. Ысықтай жеу үшін әдейі осылай ыдыстарға салып дайындап қоюымыз керек. Достар, міне салайын деп жатырмын. Сіздерге тағы да бір қайталап көрсетіп жіберейін деп жатырмын. Себебі бұл тез піседі. Нанымыз бар ғой, тез піседі. Тағы да қатырып алып тұрмаңыздар. Тез жаңа аралас аударып, осылай піскенін біліп отырасыздар. Сосын арасына жаңа асқабақты орап, солай ыдысқа салып, кішкене 10-15 минут қойып қоямыз да, одан кейін жегенде дәмі керемет. Қарап отырасыздар ғой, осылай. Міне енді алып бара жатқан бір минутта уже пісіп дайын болатын нанымыз. Өте жұмсақ. Қазір асқабақтың арасына салып ораған кезде тіптен жұмсарып, әдем болып шығады. Осылай апа-апа қылып ала беріңіздер. Пісіп дайын тұр. Енді осыны қазір неге саламыз ғой? Міне. Уже көрініп тұр. Қазір. Енді осыған қазір асқабақты салып, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Бір қасықтан салсаңыздар жарайды, жан жақтарын былай осылай жеткізіп. Содан кейін нанымыз жұмсақ болады жеген кезде. Самсамыздың өзі не болады да? Жұмсақ болады. Осылай болады. Қазір ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Міне достар, дайын болды біздің жаңа хатун самсамыз. Енді өте дәмді болды.
осыны қазір осы ыдыста бетінің крышкасын қақпағын жауып қойып онымен тұрғызып қоямыз. Сонда бойына сіңіп әдемі болып шығатын болады. Дайын болды. Енді қазір сіздерге арасын ашып көрсететін боламын. Ал міне бисмиллахир-рахманир-рахим деп сіздерге міне арасы осындай және міне